Морган полиция бөлімінде түнгі тазалаушы болып жұмыс істейтін 3 баланың жалғыз басты анасы. Бір күні түнгі ауысымда ол кездейсоқ қылмыстық істердің құжаттары бар қорапты құлатып алады. Файлдарды жинап жатқанда ол жақында болған кісі өлтіру ісінің суреттерін көреді. Күдіктілер тақтасын қарап, ол бірден күдіктілердің бірінің шын мәнінде құрбан екенін анықтайды. Келесі күні офицерлер кісі өлтіру ісі бойынша жиналысқа жиналғанда, детектив Карадек тақтадағы өзгерісті байқап, оны кім жасағанын сұрайды. Бәрі таңғалады, сондықтан ол ашуланып, командасына кіліп жазбаларын тексеруді бұйырады. Жазбалардан Морганның өзгеріс жасағаны анықталып, оны сұрау үшін бөлімге шақырады. Бұл детектив Оздел бөлімге келуіңіз керек дейді олар. Лейтенант оның күдіктіні құрбан деп өзгерткенінің себебін қызықтырады. Сондықтан Морган фотосуреттерді қарап, егжей-тегжейлі талдау жасайды. Іске сәйкес ер адам өлтірілген, ал оның әйелі жоғалып кеткен. Бұл оны басты күдікті етеді. Бірақ Морган фотосуреттерден кісі өлтіру күні үшінші адамның болғанын дәлелдейтін дәлелдерді бірден байқап, әйелді ұрлап әкеткен сол адам полицияның назарын басқа жаққа аударуға тырысқан деп болжайды. Осы кезде офицер жертөледегі үйге біреудің кіргенін растайтын бейнежазба табылғанын хабарлайды. Бұл үшінші адамның болғанын дәлелдесе де, Карадек Морганды полиция тергеуіне араласқан үшін қамауға алуды талап етеді. Мен қалай тұру керектігін білемін, рахмет дейді ол. Осы уақытта олар кісі өлтіру күнінің жазбасын қарап, Лиска Жан есімді әйелдің кісі өлтіруден 30 минут бұрын жертөледегі үйге келгенін анықтайды. Бұл кім? Лиска Жан. Жан ханым құрбанның бұрынғы қызметкері, сұрауға әкелінеді, бірақ ол бәрін жоққа шығарып, сол күні үйде болғанын айтады. Мен күні бойы үйде жұмыс істедім дейді ол. Біреу мұны растай ала ма? Сол күні Морган түрмеден босатылады. Шығып бара жатқанда офицерлердің Жан ханымның бейнежазбасы туралы сөйлескенін естиді. Жазбаны бір қарағанда Морган оның өзгертілгенін байқап, дауыс шығарады. Бейнежазбада уақыт белгісі қате. Бірақ Карадек оның күдігін елемейді. Ол кетуге бұрылғанда лейтенант оны тоқтатып, түсініктеме сұрайды. Морган Лос-Анджелесте күзде жел солтүстіктен оңтүстікке соғатынын, бірақ бейнежазбада жел оңтүстіктен солтүстікке соғып тұрғанын, яғни бейнежазба бірнеше ай бұрын түсірілген болуы керек деп түсіндіреді. Демек, бұл бірнеше ай бұрын болған. Оның айтқандарын тексергеннен кейін бейнежазбаның өзгертілгені расталады. Бұл Жан ханымды күдіктен шығарады. Ол дұрыс айтады, екі жағынан да. Морган бөлімнен шығып бара жатқанда лейтенант онымен сөйлесуге тоқтайды. Морган өзінің 160-ға ие екенін және көптеген деректі фильмдер көретінін мойындайды. Техникалық термин жоғары интеллектуалды потенциал, яғни сізде жетілдірілген когнитивті қабілеттер бар дейді лейтенант. Осы кезде Карадек құрбанның қызымен кездесіп, оның анасы Линеттің кісі өлтіруден бірнеше апта бұрын Сара есімді әйелден құпия хат алғанын және Сара өзін-өзі өлтіргеннен кейін анасының мазасызданғанын біледі. Карадек хаттың мазмұнын білгісі келіп, лейтенантқа хабарлайды. Олар хатты жоғалған әйелдің кеңсесінен іздеуді жоспарлайды және Морганнан істі шешуге көмектесуін сұрайды. Сұрау кезінде Морган әйелдің әпкесінің биолог екенін және бірдеңені жасырып отырғанын байқайды, бірақ Карадек оның күдігін елемейді. Карадек кеңсеге барып, хатты іздеуге рұқсат сұрайды, бірақ олар бас тартады. Морган медбике болып киініп кеңсеге кіріп, хатты ұрлайды. Оны Карадекке көрсеткенде, ол хатты ұрлаған үшін айғайлайды, өйткені бұл оның қамауға алынуына әкелуі мүмкін. Бірақ Морган оны тыныштандырып, хатты оқуды сұрайды. Хатты оқы. Хатта Сара Аткинсон есімді параюрист Брайан есімді ықпалды адамның зорлық-зомбылығына ұшырағаны және жоғалған әйелдің көмегін сұрағаны жазылған. Морган Брайанның кісі өлтіру ісіне қатысы бар деп күдіктенеді. Карадек Морганға хатты кеңсеге қайтаруды бұйырып, Брайанды сұрауға шақырады. Брайан бәрін жоққа шығарады, ал офицер оның алибисін тексергенде, кісі өлтіру күні Брайанның Фонтана қаласында болғаны анықталады. Бұл оны күдіктен шығарады. Даймонд сол күні қалада болмаған, Фонтанада болған. Осы кезде кеңсе Морганның хатты ұрлағанын біліп, шағым түсіреді. Карадек Морганды істен шеттетеді және күнделікті өміріне оралуын айтады. Бірақ келесі күні ол Морганның үйіне барып, оның күдіктері туралы көбірек біледі. Морган Фонтана қаласының көңілді саябақтарымен танымал екенін және Брайан сияқты адамның онда жалғыз баруы екіталай екенін айтады.
Ол әпкенің үйінде Фонтана логотипі бар ойыншық көргенін еске алып, Брайан мен әпкенің қарым-қатынаста екенін болжайды. Олар кісі өлтіру бірнеше күн бұрын болған, бірақ қылмыскерлер оны жақында болғандай етіп сахналаған деп есептейді. Қылмыс орнын тексергенде, олар жоғалған әйелдің Брайанмен хаттағы зорлық туралы сөйлескенін, Брайанның зорлықшылдық көрсеткенін, күйеуінің мылтықпен қорқытпақ болғанын, бірақ Брайанның оны өлтіріп, әйелді байлап, әпкесінің биология білімін пайдаланып, мәйіттің өлу уақытын өзгерту үшін үйді мұздатқанын анықтайды. Олар Брайан жоғалған әйелді жасырған жерді анықтап, оны құтқарады. Лейтенант Морганға полиция бөлімінде кеңесші лауазымын ұсынады, бірақ ол детектив болуға жарамайтынын айтып, бас тартады. Мен бұған жарамаймын. Көп ұзамай үлкен қызымен серуендегенде, қызы әкесінің 15 жыл бұрын жоғалып кеткеніне ренжиді. Морган күйеуі Роман Синкверидің оларды тастап кетпегенін, жоғалып кеткенін түсіндіреді. Мен оның сені тастап кетпегенін білемін. Ол полицияның ұсынысын қабылдап, күйеуін табуға көмектесу шартымен жұмысқа кіріседі. Лейтенант Селен Романның нәрестеге памперс сатып алуға кеткен түні жоғалғанын біледі және істі қайта ашады. Жарайды, не таба алатынымды көремін. Рахмет. Морган балаларымен кешкі ас ішіп отырғанда, ұлы үлкен қызының сурет өнері пәнінен бағасы алғанын айтады. Морган қызын жертөлеге алып барып, Романның суреттерін көрсетеді, бірақ қызы әкесінің оларды тастап кеткеніне сенеді. Лейтенант Морганға Романның көлігінің жоғалғаннан кейін 3 күннен соң полиция айыппұл алаңынан табылғанын, ішінде памперстер болғанын хабарлайды. Бұл Романның тастап кетпегенін растайды. Лейтенант детектив Мелонмен сөйлесіп, Романның 15 жыл бұрын көшедегі мурал үшін ұсталғанын біледі. Сіз айыппұлмен есеп жаздыңыз, бірақ екеуі де оқылмайды. Олар мурал орнына барады, ол рұқсат етілмеген, қылмыскерлер жиі жүретін жерде орналасқан. Лейтенант Роман бірдеңені көріп, жоғалып кеткен болуы мүмкін деп болжайды, бірақ Морган күйеуі мұндайды одан жасырмайтынын айтады. Ол күйеуінің мурал суреттерін лейтенантқа беріп, істі шешуге көмектеседі. Бірнеше ай бөлімде жұмыс істегеннен кейін Морган детектив белгісін алуға құқылы болады. Дәретханада тойлап жатқанда жылап тұрған әйел кіреді. Ол 2 қызының жоғалғанын айтып, шағым түсіруге келген. Морган балалардың табылатынына сендіреді. Сұрау кезінде әйел бұрынғы күйеуі Венделдің радикалды эколог болғанын және қыздармен қаладан тыс өмір сүргісі келгенін айтады. Ол Мия мен қыздардың толығымен қаладан тыс өмір сүргенін қалады. Детективтер Венделді тексеріп, оның балаларға арналған паспортқа өтініш бергенін анықтайды. Олар Венделдің үйіне барады, бірақ Морган жылыжайда қияр мен қызанақтың бірге өсірілгенін байқайды. Бұл эколог үшін оғаш. Вендел қияр мен қызанақты қатар еккен. Бұл оғаш, өйткені бұл 2 өсімдік бірге өспейді. Олар жылыжайды қазып, Венделдің мәйітін табады. Бұл оның үлкен қылмыстың құрбаны екенін көрсетеді. Көршілер Венделді қызыл шашты, көзілдірікті әйелмен көргенін айтады. Морган мен Карадек жоғалған қыздардың анасының әкесінің үйіне барады. Морган үй қызметшісінен Венделдің қайын атасымен кездескенін біледі. Мен төмен түскенде, оның Ашфорд мырзаның кеңсесінен шығып келе жатқанын көрдім. Балаларды қорғау қызметінің есебінен Венделді жаман етіп көрсеткен қызыл шашты әйел Сара екенін анықтайды. Морган Сараның үстелінде көптеген төлем шоттарын және арзан ыдыс жуғыш затты байқайды, бірақ бөлмеде Гавайи орхидеясы бар, яғни Сара жақында Гавайиге барған. Люкс 5 жұлдызды курорттағы өте жұмсақ тәпішкелер қаншалықты ыңғайлы. Морган Сараның қайын атадан пара алғанын және Венделді жаман етіп көрсету үшін есеп жазғанын болжайды. Сара қайын атаның көптеген адамдарды сатып алғанын мойындайды. Оның қайын атасы көптеген адамдарды сатып алды, содан кейін тоқтау уақыты келді. Олар қайын атаны тұтқындайды. Үйдегі жүргізушілердің бірі қайын атаның кісі өлтіру күні басқа жерге барғанын мойындайды. Сұрау кезінде Карадек қайын атаның Венделді этикаға сай емес бизнесін әшкерелемек болған үшін жалдамалы өлтіруші жалдағанын болжайды. Қайын ата мұны жоққа шығарса да, Карадек жалдамалы өлтірушінің жоғалған балаларға қатысы бар деп сенеді. Олар жалдамалы өлтірушіні тұтқындайды, бірақ балалар табылмайды. Детективтер қыздардың анасының Венделді өлтіріп, балаларды әшкерелемеу үшін ұрлап әкеткен деп күдіктенеді. Мия Ашфорд банк жабылар алдында 100 000 алып кетті. Морган анасын ақтауға тырысады, бірақ детективтер оны күдіктілер тізіміне қосады.
Морган жаңалықтардан қыздардың суреті артындағы артефакты байқап, оның үйде болмағанын еске алады. Ештеңе жоғалмаған, демек, бірдеңе ауыстырылған. Ол Қытай артефактілерін сататын дүкенді тауып, онда қыздардың анасымен кездеседі. Әйел ұрлаушының кепіл сұрағанын, сондықтан артефакты сатуға тырысқанын мойындайды. Морган полицияға хабарласпай көмектесуді шешеді. Карадик кепіл алмасу орнына трекер қойып, анамен бірге барады, бірақ ұрлаушы қашып кетеді. Олар жанып жатқан көлікті табады, бірақ балалар жоқ. Морган көлік радиосынан ставкалар радиосын естиді, және қайын атаның жүргізушісінің осындай радионы тыңдағанын еске алады. Ол жүргізушінің ананы жақсы көрген үшін қыздарды ұрлап, Венделді өлтіріп, жылыжайға көмгенін болжайды. Сұрау кезінде жүргізуші қыздарды тауда жасырғанын, бірақ олардың қашып кеткенін мойындайды. Полиция қыздарды әкелері үйреткен құтқару белгілері арқылы табады. Келесі күні Морган қызын уәдесін орындау үшін жұмысқа алып келеді. Ол қызын кеңседе аралатып жүргенде, бейтаныс әйел бөлімге кіріп, офицерден мылтық тартып алады және барлығын кепілге алады. Ол бомба қойылғанын айтады. Ер және әйел қылмыскерлер досы Логанның кісі өлтіру ісі бойынша кінәсіз екенін дәлелдеуді талап етеді. Морган қызына ғимараттан кету туралы хабар жібереді, бірақ қызы выстрел естіп кідіреді. Карадик пен лейтенант Логанның ісі бойынша тергеу жүргізеді. Іске сәйкес, жоғары лауазымды әскери солдат фургонда өлтірілген, барлық дәлелдер Логанға нұсқайды. Детективтер істің тақтасын қайта қарайды, бірақ Морган қылмыс орындағы қандағының мінсіз бұрышы бар екенін байқап, қан төгілгеннен кейін біреу қағаз немесе файл алып кеткенін айтады. Қараңыз, қай жерде тоқтайды. Бұл мінсіз бұрыш. Фрэнк өлтірілгенде бірдеңе болған, содан кейін полиция келгенше жоғалып кеткен. Морган Карадикке жертөледегі фургоннан баспа қағаз іздеуді сұрайды, бірақ ол ештеңе таппайды. Алайда ол жертөленің компьютерінен соңғы файлды тексеріп, жертөленің белгісі солдатты жазалау үшін құжат дайындағанын анықтайды. Дельфон 458. Бұл әскери трибуналға солдатты шақыратын құжат. Осы кезде ер қылмыскер Морганның қызын жасырынып тұрған жерден тауып, оны кепілдерге қосады. Карадик жертөленің қызымен сұхбаттасып, оның әкесінің өлгенге дейін кешкі асқа келмегенін біледі. Өткен дүйсенбі ол жылдардағы алғашқы кешкі асты өткізіп алды. Морган жертөленің телефондағы орналасу тарихын тексеріп, оның есірткі саудасымен танымал жерге, содан кейін детокс орталығына барғанын анықтайды. Лейтенант есірткіге тәуелділікпен байланысты солдаттар туралы мәлімет іздеуді тапсырады. Ер қылмыскер тергеудің баяулығына ашуланып, серіктесіне полицияға сенбеуді айтады, бірақ әйел оны тыныштандырады. Осы сәтте офицер қылмыскерлерді басып алмақ болады, бірақ аяғына оқ тиеді. Морган жедел медициналық көмек сұрайды, бірақ қылмыскерлер бас тартады. Морган әйел қылмыскердің жүкті екенін және Логанмен қарым-қатынаста екенін анықтайды. Осыны естіген ер қылмыскер серіктесінің сатқындығына сенеді, бірақ олар мәселені шешеді. Ешкім саған өтірік айтпайды. Морган эмоционалды манипуляция арқылы қылмыскерді жараланған офицермен қызын босатуға көндіреді. Карадик жертөленің соңғы орналасқан жеріне барып, оның аққұба солдатпен бірге болғанын хабарлайды, бірақ кев жазбасы бұлыңғыр. Қылмыскерлер арасында шиеленіс туады, ер адам полиция ешқайда жетпейді деп айғайлайды. Морган істі талдап, жертөленің өлгенге дейін біреуді бақылау үшін трекер сатып алғанын анықтайды. Егер Фрэнкті өлтірген адам оның бақыланатынын білмесе, трекер әлі де оның үстінде болуы мүмкін. Ол жертөленің телефонынан бақылау қолданбасын тауып, кісі өлтірушінің орналасқан жерін анықтайды. Карадик кісі өлтірушіні тұтқындайды. Сіз Фрэнк Уэбберді өлтіргеніңіз үшін қамауға алынасыз. Ер қылмыскер серіктесін артынан ұрып, оның мылтығын тартып алып, кепілдерді босатудан бас тартады. Ол бөлімде бомба жарылатынын айтады, бірақ Морган бомба жоқ деп болжайды. Қорапта не болса да, ол таңертең көрген итімді мазаламады. Бұл оның қолдан жасалғаны. Әйел қылмыскер бомбаның өтірік екенін растайды. Ол дұрыс айтады. Олар ер қылмыскерді басып алып, кепілдерді аман-есен босатады. Сыртта Морган қызымен қауышады, ал Логан босатылады. Бірнеше күннен кейін лейтенант Морганды шақырып, күйеуінің ісі бойынша жаңалық барын айтады. Роман жоғалғанға дейін Конфорт есімді бейтаныс адаммен жиі кездескен. Мен бір жігітті кездестірдім. Гео Конфорт.
Морган оны танымайтынын айтады, сондықтан лейтенант Канфордпен кездесуді ұйымдастырады. Келесі күні Канфордпен кездескенде, ол 15 жыл бұрынғы кездесуді есіне түсіре алмайтынын айтады. Сіз онымен жоғалғанға дейін кездестіңіз, 15 жыл бұрын. Морган оған күйеуін табуға көмектесуді өтінеді, ал Канфорд жиенін түрмеден босатуға көмектессе, ақпарат беретінін айтады. Лейтенант бұған келісе береді. Келесі күні лейтенант Карадикке Канфордтың жиенін босатуға көмектесуді тапсырады. Сол түні Морган жұмыстан шығып, Канфордпен кездеседі. Ол қаладан кететінін, бірақ қайтып келгенде күйеуі туралы ақпарат беретінін айтады. Морган күнделікті өмірін жалғастырып, кісі өлтіру істерін шешеді. Бір күні лейтенант барлық детективтерді қаладағы детективтерге арналған полиция гала кешіне шақырады. Барлығыңыз сонда боласыздар және әдемі киінесіздер. Бірақ Карадик анонимді жіберушіден 2 сағат ішінде әрекет ету керек деген жазуы бар кепілдегі адамның суреттерін қамтитын электронды хат алады. Карадик ұрлаушының ойын ойнағысы келетінін болжайды. Офицер кепілдегі адамның жеке басын анықтайды. Олар үйіне барғанда есік алдында жеткізу пакеті табады. Пакетті ашқанда пазл табылады. Морган пазлды құрастырып, карта шығарады, бірақ бір бөлігі жоқ, яғни кепіл тауларда ұсталып отыр. Олар тауларда іздеу жүргізіп, карта ойыны арқылы келесі жолды табады. Тағы бір пазл шешіп, кепілдің орнын анықтайды. Адамды құтқарғанда ол үйіне бара жатқанда аниме маска киген біреудің шабуыл жасағанын айтады. Мен пәтеріме бара жаттым, біреу артымнан келді. Істің тақтасын қарап, Морган ұрлаушының балалар пазлын шешкізгенін, яғни балалар ойынына әуес болуы мүмкін екенін айтады. Сол түні Морган Канфордпен күйеуінің ісі бойынша кездеседі. Канфорд Романның жоғалғанға дейін отбасының қауіпсіздігіне алаңдағанын және Лила Флинн есімді әйелмен жұмыс істегенін айтады. Мен білетінім, оның аты Лила Флинн. Морган атын танымайды, ал Канфорд көбірек ақпарат тапса, хабарласатынын уәде етеді. Нөміріңді жаз, Лила Флинн туралы көбірек білсем, хабарласамын. Келесі күні детективтер енді көңілді басталды деген жазуы бар 3 қуыршақты табады. Офицер кепілдегі адамның жеке терапия тобының мүшесі екенін мойындайды. Лейтенант терапия тобын сұрауды тапсырады. Топтағылар бір мүшенің ойындарға әуес екенін және әпкесін жоғалтқанына ашуланғанын айтады. Детективтер оның пәтеріне барады, онда бейберекеттікті және қараңғыда айта алмайсың деген жазуды табады. Морган пәтер иесінің саңыраулармен жұмыс істейтін Apple аудармашысы екенін, ал саңыраулар қараңғыда сөйлесе алмайтынын анықтайды. Қараңғыда сөйлей алмайтындар кімдер? Саңыраулар, өйткені ымдау тілін көру керек. Қуыршақтардағы ымдау тілі келесі шифрлы хабарды ашады. Ол ұсталған топ мүшесінің орнын көрсетеді. Морган қабырғадағы суретті талдап, қораптың кодын ашады. Лейтенант топтың әр мүшесіне офицер қояды және гала кешке дайындалуды тапсырады. Морган дайындалу үшін үйіне қайтады, бірақ Канфордтан күйеуі туралы жаңалық үшін кездесуге шақырту алады. Карадик ФБР-дағы досымен кездесіп, Лила Флиннің 15 жыл бұрын өлтірілген жасырын агент болғанын біледі. Лила Флинн ФБР-дың жасырын агенті болған. Офицер гала кешке бара жатқанда аниме маска киген адам оны ұрлап көлігінде пазлдар қалдырады. Детективтер тасталған үйдегі бассейннен офицерді құтқарады. Көтеріңіз, көтеріңіз. Карадик Канфордпен кездесіп, Роман туралы ақпарат алады. Морган балалармен дүкеннен шыққанда бейтаныс адам көмектесіп кетіп қалады. Үйде ұлы карталардан сен сол адамсың, Морган деген хабар тауып, оны психо ойыншы қалдырғанын түсінеді. Детективтер психо ойыншыны суреттейді, бірақ ол 4 жыл бойы реабилитацияда болған, яғни біреу оның кейпін жамылған. Карадик Морганға күйеуінің тірі екенін хабарлайды.